оқушылар, мен Түркістан облысы, Арыс қаласы, номері 1 Ережепбай Молдабаев атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Кылует Майра Бердібекқызы. 8 сынып қазақ тілі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы театр мәдениеттің ошағы. Сабақтың оқу мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полиглоттердегі автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Ал олай болса оқушылар, мына суреттерге назар аударамыз. Сіздер бұл жерден театрға байланысты суреттер көріп отырсыздар. Қазақтың аса бай ауыз әдебиетіндегі халық даналығымен қатар жүретін жүйрік юмор, өткір сатира пьесалардан кем түспеген. Мысалы, тапқыштық, шешендікпен аты шыққан жиренше, тазша бала, алдар көсе. Бұлардың өмірі шылқып жатқан комедия. Әуезов Италияның Дель Арте комедия театры мен біздің халық арасынан шыққан әйгілі қулардың суырып салма өнерінің арасында ортақ ұқсастықты көреді. Осылардың өміріне күле отырып, елдің жарасымды әдет-ғұрпының неше алуан әдемі көріністерін тамашалайсыз. Біздің топырағымызда театрдың негізі дала театрынан бастау алған. Ол кездегі өнер театр деп аталған жоқ. Бүгінгідей мәдениет шеңберіне де кірген жоқ. Бірақ жар-жар, беташар, бесік той, ұлттық ойындар, наурыз тойы, айтыс және тағы басқа қазақ драматургиясына дайын шикізат болды. Қазақ тарихында сал-сері атанған жандардың аз емес екенін білеміз. Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай, Біржан Сал, Ақан серінің бастан кешкен қызықты дәурендері мен қайғы мұңдары кейіннен пьесаларға айналды. Кино туындыларына арқау болды. Театрды бұрын қазақта болмаған, қанына сіңбеген өнер деп кім айта алады? Деп Әшірбек Сығай атамыз айтқандай, театр біздің өзіміздің бұрыннан келе жатқан салт дәстүрімізден алынған өнердің бірі екен балалар. Театр туралы түсінікті болса, тапсырма орындайық. Театрға байланысты диалог құрап жазамыз. Кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма? Әрине сұраңыз. Байқауымша театрға бірінші рет келіп тұрсыз-ау деймін. Иә, дұрыс айтасыз. Сол себепті аздап ыңғайсызданып тұрғаным. Еш қобалжымаңыз. Театрға бүгін келгеніңіз дұрыс болыпты. Томирис өте тамаша қойылым деп диалог құрған боларсыздар. Өткен сабақтарымызда біз жай сөйлемнің түрлерімен танысқан болатынбыз. Жай сөйлемдер 7-ге бөлінді. Олар жалаң, жайылма, жақты, жақсыз, толымды, толымсыз және атаулы сөйлем болып бөлінді. Тек қана тұрлаулы мүшелерден жасалған сөйлемді жалаң сөйлем дедік. Тұрлаулы мүшелермен бірге тұрлаусыз мүшелер де қатысқан сөйлем жайылма сөйлем дедік. Грамматикалық бастауышы бар. Егер бастауышы болмаса, оны баяндауыш формасы арқылы тауып алуға болатын жай сөйлемнің түрін жақты сөйлем дедік. Бастауышы жоқ, баяндауышы формасы арқылы тауып алуға болмайтын жай сөйлемнің түрін жақсыз сөйлем деп атадық. Дербес айтылғанда мағыналық мазмұны толық берілген сөйлем толымды сөйлем деп атадық. Ал дербес айтылғанда мағыналық мазмұны толық берілмеген, ой олқылығы сезілетін сөйлемді толымсыз сөйлем дедік. Грамматикалық құрылымы жағынан жай сөйлемнің ерекше түрін атаулы сөйлем дедік. Жай сөйлемнің барлық түрлерін еске түсірдік. Олай болса, келесі екінші тапсырманы орындайық.
Бұнда кесте берілген. Театр туралы жай сөйлем түрлеріне мысалдар ойлап тауып, кестеге жазамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Театр сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі деп Мұхтар Әуезовтің сөзімен сабағымызды қорытындылаймын. Құрметті оқушылар, өздеріңіз елдің мәдениетін театрына қарап тануына болады демекші, басқа да мемлекеттердің театрын оқып, біліп, қызықтаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Білім айдынында кездескенше сау болыңыздар.